Көшеде де көлікпен келе жатқан кезде көп байқаймыз ғой. Қымбат көліктегі адамдар өзінің күшін, ақшасын көрсету мақсатында не істейді? Алдыңыздан кес-кестеп, сіздің жолыңызға түсіп, жол бергісі келмейді, немесе адамдардың жол бергенін күтіп тұрады да, өзінің жаңағы астында көлігіне сеніп. Ол да бір надандықтың бір нышаны негізінде. Ол жерде ешқандай бір күштілік тұрған жоқ негізінде. Ол жалпы мынандай ғой. Алла тағала бір есімдерге күш берген, бір есімдерге күш бермеген. Ол аятта келген осындай. Бір есімдерге күш бермеген есімдерді Алла тағала адамдар алып жүр. Сонда бір күш бар деп жаңағы көп бар ғой. VIP номерлер мәселен машинадағы 001 деген секілді, 07 деген секілді. Кейбір адамдар сол бар болғысы келеді сонымен. Бар болу ұғымын сонымен көрсеткісі келеді. Бірақ ол бар болудың ұғымына жатпайды ешқашанда. Руханияты, интеллектісі бос. Осы жерде Мәшһүр атамыздың сөзі ойға келіп жатыр да. Боларында болып өт, боз жорғадай желіп өт. Болмасынды білген соң, болған ердің қосын жек. Өзің болып алған соң, аудара тастап қалай кетсең олай кет дейді. Қаруының барында қайрат қылмай дейді, абай атамыз. Қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел дейді. Сонда болатын уақыты өзі жастық болатын болса. Уақыты бар, жас адам, күші бар, жастық қуаты бар мәселен. Мүмкіндіктер есік ашық. Сол кезде болып өт дейді. Міне болу деген сөзді Мәшһүр Жүсіп атамыздың айтқан.